Баршаңызға сәлем, сіздермен Арайлым. Бүгін мен сіздерге жемісті шайдың рецептісін ұсынғым келеді, яғни фруктовый чайдың. Өте дәмді болып шығады және өте пайдалы. Бізге керекті ингредиенттер ол алма, апельсин, жалбыз жапырағы, яғни мята, сонымен қатар смородина мен малина. Ең алдымен апельсиннің шырынын шығарамыз. Одан кейін бөлініп туралған апельсиндерді саламыз. Алманы да ұсақтап тураймыз және оны да біздің шайнегіміздің ішіне саламыз. Бұл жерде смородина мен малина міндетті емес, егер бар болса қоссаңыздар өте жақсы болады. Жалбыз жапырағы 1 немесе 2 шай қасық қара шайымызды саламыз. Қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Енді достар 10 минутқа немесе 5 минутқа шайымызды қалдырамыз. Міне достар, біздің жемісті шайымыз дайын болды. Фруктовый чайымыз. Жасап көруге кеңес берем. Өте ерекше дәмі болады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және түсінің өзі де өте ерекше, дәл мейрамханадағыдай. Сіздермен болған Арайлым. Достар, каналыма жазылғаннан кейін қоңыраушаны басып, все деген нүктені таңдап қойыңыздар. Жаңа видеоларды үзбей көресіздер.